Қайырлы күн достар, бүгін шие тосабын дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге 5 кг шие қажет болады. Барлығын тазартып 3 рет жуып алатын боламыз. 5 кг-ға мен 5 кг 200 грамм етіп қант өлшеп алдым. Барлығын өлшеп алғаннан кейін жуылған шиеміздің бетіне бір күнге салып, міндетті түрде арасында араластырып тұруды ұмытпаймыз. Қантты салғаннан кейін 2-3 рет араластырып, бетін жауып қоятын боламыз. Бір күн өткеннен кейін шиемізді осылай қайнағанша араластырып тұрып қайнатып аламыз. Бетінде көбігі шыққан жағдайда міндетті түрде алып тастаңыздар. Сосын қайнағаннан кейін тоқтатып өшіріп қоясыздар. Қайтадан суғаннан кейін тағы бір қайнатып, осылай буланған банкілерімізге құйып жауып тастайтын боламыз. Қыстың қамын жаз ойла демекші, міне біздің шие тосабымыз дайын болып қалды. Маған жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сіздерге де осындай тосап жасауда көмегім тисе өте қуаныштымын. Сау болыңыздар достар.